Суыр неге бетін басып жылайды? Баяғыда бір дүние қоңызбай жерге тоймай кедейдің жерін алғысы келеді. Ол кедейге: түнде түс көрдім, түсімде ғажап іс көрдім, Құдай маған осы жерді сыйлады деді. Кедей шыр-пыр болып: бұл жер ата-бабамнан қалған мирас, әділ Құдай қалайша саған береді дейді. Бай: сенбесең ертең жеріңе барып, Тәңірден айғайлап сұраймын. Жаратқан байдікі деп айтса, маған бересің. Егер сенікі десе, өзің аласың дейді. Кедей амалсыз көнеді. Түнде бай кедейдің жеріне үңгір қазып, ішіне қызын жасырып қояды. Ертең бұл жер кімдікі деп 3 рет айғайлаймын. Сонда сен байдікі деп жауап бер деп үйретеді. Бай ертесіне жұртты жиып, кедейдің жеріне алып келеді. О, Тәңірім, бұл жер кімдікі деп 3 рет сұрайды. Сонда қызы: байдікі, байдікі, байдікі деп 3 рет айғайлайды. Кедей бұған нала болып, жерін тастап кетіп қалады. Бай кешке үңгірдегі қызын шығарып алайын деп келсе, ол беймәлім хайуанға айналып кетіпті. Үңгірден шықпай ін қазып қаша жөнеледі. Бай қайғыдан қан жұтады. Үйіне оралмастан дала кезіп қызын іздейді. Әлгі мақұлықты көрсе, суыр, суыр, суыр деп айғайлайды екен. Мұнысы қызымды суырып шығарып бер деген сөзі екен. Мақұлық содан бері суыр атаныпты. Аңшылар суырды ұстағанда, ол 2 қолымен бетін басып, қиянатына өкініп жылайды екен. Қолын маңдайына қойып, жол қарайтыны әкесін іздейді екен. Кез келген жамандықтың бір кесапаты бар деген сөз осыдан қалыпты. Ерулік беру. Жаңа көшіп келген отбасын құрметтеп қонаққа шақыруды ерулік беру деп атаған. Үй жайын көрсетіп, біздің елге қоныс теуіпсің. Бізді жатырқамай, араласып, құраласып, татулықпен өмір сүр деген ниетпен дастархан жайып ас береді. Отбасының барлық мүшесін түгел шақыратын болған. Көне хикаялар бұл дәстүрді Әнес сахабадан тарады деп айтады. Әнес сахаба қой бағуды кәсіп еткен екен. Пайғамбар Мәдине қаласына келгенде, Әнес сахаба 13 жаста болыпты. Пайғамбар Мәдинеге қоныс аударып келгенде, Әнес сахаба алдынан шығып қойға бата сұрайды. Пайғамбар батасын берген соң, үйіне қонаққа шақырады. Сол күні пайғамбар бала шағасын ертіп, Әнестің үйіне дәм татады. Әнестің осы кәдесі бүкілі Мәдине шаһарының мұсылмандарына үлгі болыпты. Ертесіне басқа да қала тұрғындары пайғамбарды кезегімен шақырып қонақ еткен екен. Әнестің кәдесі уақыт өте келе қазақ жұртына да сіңіпті. Бұны қазақтар ерулік беру деп атайды. Бөрінің тәңірісі бар. Ертеде адам атаның 2 иті болыпты.
Бірі ақ, екіншісі қара түсті екен. Адам қойларын екеуіне сеніп тапсырыпты. Олар қойды өріске жайып, кешке қораға қамап жүреді екен. Бір күні қара иттің ниеті бұзылады. Нәпсі қысқанда өзін тежей алмай бір қойды тамақтап тастайды. Ақ ит оны көріп айқаса кетеді. Екеуі төбелесіп бірін-бірі ала алмайды. Кенет адам ата келіп қалады. Қара ит иесін көріп орманға қаша жөнеледі. Қайта келуге бет жоқ. Содан орман тоғай жапан түзді жағалап, жабайы аңның кейпін киеді. Баяғыдай ас беретін егесі жоқ. Жыртқышқа айналып, жемтігін өзі табады. Бірақ адам атаға бауыр басып қалған еді. Кейде адамды сағынып ұлиды екен. Ит оның даусын естіп, өз обалың өзіңе, нәпсіңе билетіп нең бар еді, деп үріп жолатпайды. Бұдан қайыр болмаған соң қасқыр жаратушыға ұлып: «Уа тәңірім, итті қарашы, жанында егесі бар, үнемі қамқор болып ас береді, жататын жері де бар. Мен жалғызбын, менің кімім бар?» деп арзу айтыпты. Тәңірдің оған жаны ашып: «Ей қасқыр, сен қам жеме, сенің иең менмін» депті. Осыдан бастап иттің егесі болса, бөрінің тәңірісі бар деген сөз қалыпты. Жараланып қалған қасқырды үйірден тастамайды, өлгенге дейін сүйреп алып жүреді екен. Қасқыр үйіріне олжаны ең алдымен кәрілер жейді. Бәрі де кәріні сыйлаған деген сөз осыдан қалған екен. Мал сатқанда ноқтасына бекем бол. Қазақта малдың киесі ноқтасында деген ырым бар. Себебі ірі қараның пірлері ноқтада отырады деп түсінеді. Сондықтан малды сатқанда ноқтасын қоса бермейді. Тіпті итті сатқанда да басындағы қарғысын берме деп айтады. Үйдің киесі иттің қарғысында да қонақтауы мүмкін. Бұл жайында ел аузында сақталған көптеген тыйым аңыздар мен ырымдар да бар. Ертеде сыр бойында Елтай деген адам болыпты. Оған әкесінен мұраға 5 үйір жылқы қалады. Елтай базарға 1-2 жылқысын апарып, азық түлікке айырбастамақ болады. Жылқысы қымбат бағаланғанына қуанып, ноқтасын қоса береді. Содан бастап Елтайдың дәулеті кеми түседі. Жылқылары азайып, ұры мен қасқырдың жеміне айналады. Онан қалса сіреспе ауруына ұшырап, жоқ болады. Елтай тақыр кедейге айналады. Басындағы бақытсыз күйі туралы ауылдағы бір қарт мұң шағады. Сонда қарт: «Әй баламай, малдың киесі ноқтада болады. Мал сатқанда бас жібімен бермейтін еді. Адам үшін бас киім қаншалықты қасиетті болса, мал үшін де ноқта жібі соншалықты қастерлі. Бақ та, ырыс та көшпелі алтын тәрізді.
бағалай білмеген адамның қолынан тез шығып кетіп қалады деген екен.
үлкеннің төсегіне отырма. Түркістан шаһарында Байбол деген кісі өмір сүреді. Ол кісінің Қыстаубай деген ұлы үйленіп келін түсіреді. Келіні әдепті, ата-енесінің көңілін баққан ибалы кісі екен. Таң сәріде тұрып, екеуінің дәрет суын дайындап, бәйек болып, қызметінде құрақ ұшады екен. Бір күні түнде енесінің төсегін салып жатып, байқамай басып кетеді. Ертеңіне тұла бойы ауырып, дертке ұшырайды. Ештеңеге мазасы болмай, төсек тартып жатып қалады. Оның бұл жағдайын байқаған енесі: «Ай, шырағым-ай, байқамай менің төсегімді басып кеткен екенсің ғой. Ата-енеңнің төсегінде қадір қасиет кие бар деген. Абайлап жүрсең етті. Мен сені кешірдім» дейді де келініне дем салады. Келіні сәлден кейін жеңілдеп сауығып тұрып кетеді. Ол да кейін өзінің келіндеріне қазақтың ырым-тыйым, салт дәстүрлерін насихаттап отырады екен.
ер адамның киімін баспа. 18 ғасырда Қазақстанның батыс өңірінде Есенгелді атты кісі тұрмыс кешеді. Ол 7 атасынан бері бай, мал жаны мыңыраған адам болса керек. Нағыз шынжыр балақ шұбар төс дәулетті адам екен. Болыс болып елге билейді. Оның тоқалынан Беке есімді ұлы болыпты. Беке орысша сауаты өте жоғары, көзі ашық жігіт екен. Байдың бәйбішеден туған ұлдары Бекейдің ел ішіндегі беделін көре алмай, әкесін ұлына айдап салады. Оған балаңыз атадан қалған дәулетті бей-берекет шашып жүр, ел жұртқа абыройсыз қылып бітті деп жамандайды. Оларға айланып қалған Есенгелді, олай болса маған қандай ақыл берексіңдер деп сұрайды. Ойбай әке, ондай баланың барынан жоғы, тез құтылғаныңыз жөн, деп азғырады мысық тіле ұлдары. Зұлымдардың тіліне ерген бай Бекейді мерт қылдырады. Бұл оқиға кейін барлық жерге әшкере болады. Байдың келіні өте есті жан екен. Әкесінің өз ұлының түбіне жеткенін дәлелдеп, қазы билердің алдына жүгінеді. Бай баласын өлтіргенін мойындап өкінеді. Даудың соны құнға келді тірелгенде өжет әйел. Еріме құт болмаған дәулет маған бақыт бермейді. Бір ғана тілегім бар. Қайын атамның 7 атасынан бері келе жатқан құндыз жағалы тоны төрінде ілініп тұр. Соны бір аттап өтем. Басқа талабым жоқ депті. Келіннің өтінішін орындайды. Көп ұзамай Есенгелді бір жұтта 4 түлік малынан тегіс айырылып, таяқ ұстап қалады. Киелі киімі аяққа тапталғандықтан байдың байлығы тайыпты. Ақыры Есенгелді жоқшылықта қайыр сұрап жүріп өлген екен. Бұл оқиғаға қатысты орыс жазушысы Даль Бекей мен Маулен атты хикаят жазған. Осы жағдай киімнің құты болатындығын, оны басқанда киесі кетіп, шаңырақтан бақтың ұшатынын көрсетеді. Жазушы Мұхтар Мағауиннің «Алты бақаннан соң» атты әңгімесінде ер адамның киімін әйел адамның астына басып отырмайтындығы туралы сюжет келтірілген. Шығарма авторы бұл жерде әйел адам ер кісінің киімін астына басса, оның басынан бағы таяды деген ойды әсерлі де нарымды жеткізген. Шалқар көлі туралы аңыз. Қорғалжынның кең даласында табиғаты ерекше, суы мөлдір, айдыны кең Шалқар көлі орналасқан. Бұл көл туралы ел арасында көнеден жеткен бір аңыз айтылады. Ертеде осы өңірде табиғатты ерекше қастерлейтін, елге сыйла ақсақал өмір сүріпті. Ол әрдайым су тіршіліктің бастауы, табиғатты айлаған халықтың ырысы артады деп өсиет айтып жүрген екен. Бір жылы далаға қатты қуаңшылық түседі. Жер кеуіп, бұлақтардың көзі бітеліп, елде мал да суға мұқтаж болады. Жұрттың көңілін мұң басып, болашақтан үміті үзіле бастайды. Сонда ақсақал ауыл адамдарын жинап, табиғат бізге аманат. Егер бәріміз бірлесіп, бұлақтардың көзін ашып, жер ананы аяласақ, табиғат та бізге мейірімін төгеді дейді. Халық бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып еңбек етеді. Олар бұлақтарды тазартып, айналаны күтіп, туған жерін қорғауға кіріседі. Көп ұзамай аспанды қалың бұлт торлап нөсер жаңбыр жауады. Жаңбыр суы мен бұлақтар қосылып, кең айдынды көлге айналады. Көлдің суы шалқып, айналасына құстар қайта оралады. Аққулар қонып, қаздар қиқулап, табиғат қайта түлейді. Сол кезден бастап халық бұл көлді Шалқар деп атап кеткен екен. Өйткені Шалқар сөзі кең, мол, шалқыған деген мағынаны білдіреді. Содан бері ел ішінде туған жердің табиғатын қорғаған адам өз болашағын қорғайды деген сөз қалған деседі.
Бүгінде Қорғалжынның Шалқар көлі табиғаттың көркі ғана емес, туған жердің қадірін, бірлік пен еңбектің қасиетін еске салатын қастерлі мекен. Құстың шарапаты. Ертеде құстардың бәрі жылы жаққа ұшып кетеді. Тек бір құстың ғана қанаты жаралы болып, жұртта қалып қояды. Енді ол қыстан шығу үшін өзіне пана іздейді. Сөйтіп орманда келе жатса, алдынан емен ағашы шығады. Ол еменге: "Мен бір жыл қыстап шығайын, маған орын берші" деп жалынады. Сонда емен: "Жоқ, бере алмаймын, қыс бойы жаңғағымды жеп тауысасың" дейді. Жаралы құс енді үйеңкіге келеді. Оған да жалынып, қыстан шығар жай сұрайды. Үйеңкі кербез еді, құсты бұтағына кіргізбейді. Жаралы құс ормандағы барлық ағаштан сая іздеп сабылады. Бір кезде шыршаның жанына келеді. Сонда шырша: "Әй байғұс құсым-ай, көңілің жасып, түріңді қайғы басыпты ғой. Менің бұтағымды панала. Осында ұя сал, сені аяздан шамам келгенше қорғайын" дейді. Шыршаның жанында қарағай өсіп тұр еді. Ол да құсқа жаны ашып: "Менің бұтағым шырша секілді қалың емес, бірақ шамам келгенше теріске желді өткізбей ықтап тұрамын" дейді. Жаралы құс қуанып кетеді. Шыршаның қалың бұтағының арасына кіріп, ұясын салады. Күз кетіп, орнын қыс басады. Жел ұйтқи соғып, барлық ағаштың жапырағын сыпырып бастайды. Шырша мен қарағайға жақындағанда, Тәңірден әуез келіп: "Әй жел, шырша мен қарағайдың жапырағына тиіспе. Олар қыста да жайқалып тұрсын. Кім құсқа қамқор болса, мен де соған қамқор боламын" депті. Осылайша жаралы құстың шарапатынан шырша мен қарағай мәңгі жасыл ағашқа айналыпты.
Бөрінің тәңірісі бар. Ертеде адам атаның 2 иті болыпты. Бірі ақ, екіншісі қара түсті екен. Адам қойларын екеуіне сеніп тапсырыпты. Олар қойды өріске жайып, кешке қораға қамап жүреді екен. Бір күні қара иттің ниеті бұзылады. Нәпсі қысқанда өзін тежей алмай бір қойды тамақтап тастайды. Ақ ит оны көріп айқаса кетеді. Екеуі төбелесіп бірін-бірі ала алмайды. Кенет адам ата келіп қалады. Қара ит есін көріп орманға қаша жөнеледі. Қайта келуге бет жоқ. Содан орман тоғай жапан түзді жағалап, жабайы аңның кейпін киеді. Баяғыдай ас беретін егесі жоқ. Жыртқышқа айналып, жемтігін өзі табады. Бірақ адам атаға бауыр басып қалған еді. Кейде адамды сағынып ұлиды екен. Ит оның даусын естіп, өз обалың өзіңе, нәпсіңе билетіп нең бар еді, деп үріп жолатпайды. Бұдан қайыр болмаған соң қасқыр жаратушыға ұлып: «Уа тәңірім, итті қарашы, жанында егесі бар, үнемі қамқор болып ас береді, жататын жері де бар. Мен жалғызбын, менің кімім бар?» деп арзу айтыпты. Тәңірдің оған жаны ашып: «Ей қасқыр, сен қам жеме, сенің иең менмін» депті. Осыдан бастап иттің егесі болса, бөрінің тәңірісі бар деген сөз қалыпты. Жараланып қалған қасқырды үйірден тастамайды, өлгенге дейін сүйреп алып жүреді екен. Қасқыр үйіріне олжаны ең алдымен кәрілер жейді. Бәрі де кәріні сыйлаған деген сөз осыдан қалған екен.
болсын.